емес, біреудің өзінің өмірі, өзі білет, не істесе де, не қылса да. Егер сен жауап беретін өзі сендер емес, так что өйтіп аузыменікі мындай қыламын дақы деп бүйтіп айтудың қажеті жоқ. Жаңалық жоқ. Менің нервімді ауыртып жатыр. Челодой меловик мала. Маған это ішіп шеккенше ол лучше ақшаңды жина дейді. Алматыдан болам. Мен деген 2 жылда, соңғы 2 жылда екі клубқа, екі кальянныйға, бір подругамен жолығып, киноға вообще бармаппын. Сендерге өтірік маған шығын, 2 жылда бір жігітпен жүрдім, мал блядь, үйде қамап ұстады мені. Ойнап айтам, қамаған жоқ. Просто жанында ертіп жүрді мені. Вот, содан кейін менде подруга қалмады, көшеге шығатын, вот, нормально билейтін едім, күшті билейтін едім, клубтан қалмайтын едім. Вот, соның бәрін ұмыттым, билей алмай қалдым. В общем, жабылып қалдым бір сөзбен айтқанда. Ереке, ереке. Ана, недегілер базардағы аппағың қайда деп қоймайды. Ачо, аппағыңмен ұрыс қалдым ба деп. Бәрі бітті ма дейді, бітті бәрі. 2-3 күн бұрын бітіп қалған кино. Мынау да бітті. Жақсы еді. Алдан да ауырдым да мен. Сонымен 3 күн укол қабылдадым. Бірінші күні эмерметке бардым. Блядь, эмерметтің адамдар мал таза. Сонымен қолымды ауыртып салып берді, жамбастан укол салып, блядь, вообще аяғым қимылдата алмаймын. Ойбай, өзі осындай сондай укол мені. Алды да жай жіберудің орнына қатты бірден полный салып тастады. Екінші күні неге бардым? Асмет па, ненің Баумананың бойында, Төле би Бауманада Асмет қалай, соған бардым. Сода үлкен кісі бар екен. Соған салғызып едім, прям күшті дым сезбедім. Аяғым да ауырмады, қолым да ауырмады. Екінші күнді қайттан үшінші күні соған бардым, сол кісі бар шығар деп ше. Сөйтсем Асменге түспепті. Сонымен жас қыз салдып, блядь, қолымды қанат жерді, қаны ағып сыртына шықты. Сонымен көгеріп қалды бұл қолым. И вот бір аптадай ауырып жүр, и қазір де әлі де ауырады. Ол фигня тамыр табылмай сіріп жібереді, бір жарты бас дейді. И киноның дейді. Қайырлы болсын арты. Не айтып жатсыңдар, достар, ешкім ұрып қалған жоқ. В общем, сонымен мен негізі, мен де тоже медсестрамын да, мен операционный медсестра болдым. И арасында ауысатын болдым да, 1 күн ба 2 күн ба неге процедурный кабинетке барып салып жүрдім да. Сондан кейін, в общем, кірмейтін болдым, в общем, ауыспайтын болдым ба, жұмыстан шығып кеттім, солай бір бәле болды. Сонымен Ербосын тоже менімен бірге не қабылдап жүрген, укол қабылдап жүрді. И мен ода рецепт болмағаннан кейін аптекадағылар айтты, біз салып бере алмаймыз рецептсіз деп. Сонымен мен оған өзім салып бердім. И ойлай, мына аяғын тестім, үш жерінен 1 күнде 3 рет тестім. Екінші күн нормально кетті, үшінші күні күшті кетті. В общем, солай.
алдында да мотожолма укол салып берсем, ойбай езде сен деген, қолың деген жеңіл ғой дейді да маған. Екі қасым екі түрлі қалыпты. Дым білінбеді. Айтпа. Спасибо. Мен негізі вообще оқымағанмын. Мен әшейін документтерімді тапсырдым медсестраға ше. И только ақша жіберіп оттым. Жоқ, мен оның алдында да істедім ол. Клиникада істедім, неде істедім, эмерметте істедім. В общем, істемеген жерім жоқ менің достар. Ой, эмерметте неше бір аптам, жоқ бір ай ма, екі ай ма істеймін. Ол кезде мен Ақкентте тұрамын да. И квартира төлеу керек болады менде. Сонымен эмерметке кірдім, квартирамның ақшасын шығарайын деп, күндіз суткаға сөйтіп қалып жұмыс істеймін ғой. Сөйтсем топастар маған шығарып бергені 18 күн ба суткаға шыққам. 18 рет суткаға шыққам, 66 мың теңге шығарып береді. Бля, ананы не істегенде шоковый состояниеда тұрып қалдым. Сразу, блядь, мен қалай квартирамда кредитімді немен жабамын, мен жақтан нормально шығатын шығар деп демалмай входнойсыз жұмыс. Ойлаңдаршы, еще ол жақта таңғы 8-ден кешкі 8-ге дейін прям білмеймін, мен андай ұзақ күн жұмыста жүре алмаймын да. Сонымен 66 мың теңге есептеп берген, блядь, типа алдымнан беттеріне лақтырдым. Пүйде шығарсыңдар, сен қуасыңдар ма? Нақой жүрмін мен мұнда деп. Мен дымыма жетпейді ғой мынау. Жұмыстан шығып кеттім сонымен. Ой, айта алмаймын достар, айта алмаймын. Бітіп қалды мынау. Шынымен ғой. Шлейтіп ақша, ана эмермет негізі ең аз төлейді, и опыт бар ма, жоқ па қарамайды. Главное, істеймін десең болды, істейсің ба болды, үйренесің ба болды, алып кете береді. И мен ең бірінші рет қайда кірдім жұмысқа? Диплом бітіргеннен кейін мен дым білмеймін, укол сала алмаймын, в общем, ештеңе істей алмаймын. Сонымен эмерметке бардым сразу. Осылай мен дипломымды алдым, ештеңе білмеймін, ештеңе қыла алмаймын. Қабылдайсыздар ма десем, иә, келіңіз деді, сөйлесеміз деді. Жетпей ма, дымға жетпеді достар, дымға айта алмаймын. Сонымен мен кредитке кірдім. Енді біз деген жаспыз ол кезде, қыдыру керек, ішіп жеу керек, көшеге шығу керек. Мен жалғыз өзім емес, сестренкам бар қасымда, оны асырау керек, дұрыс па? Оның оқуы бар, платныйда оқитын, оның бәрі менің мойнымда. Сәлем қарындас, қай жақтасың? Здравствуйте. Сәлем, қалайсыз? Жақсы. Здравствуйте. Цвет? Вот это да. Вот это? Вот, да. А там вторая есть? Нету. А еще есть какой? Тогда фиолетовый. Так, а еще можете мне наличка от сдачи на Каспе можете закинуть? Или вам наличку удобнее мне отдать сдачу? Наличка. Хорошо, как скажете. До свидания. Не айтып жатыр достар. Алматы. Сәби, иә. Привет. Мен просто 2-3 жыл өтіп кеткен әңгімені айтып жатырмын достар. Мен Ақкентте қай кезде тұрдым? 2022-де или 23-те? Алматыдан сәлем қалай. Ол қай жылғысын, 2-ші жылғының студенттердің бары оқуына төлеу керек деп. В общем, ол деген неде оқитын еді ғой? Платныйда. Сонымен қайта 3 ай вход неде өз несінің ақшасын өзі тапты. Сонымен жүрдім. Кондитеркаға кірдім. В общем, бүйтем ғой мен. Медсестрада 2 жыл істеймін, и түсінем, миым жетті,
зарплатасы жетпейтіннің, а кондитер